Al Байбіше, қымызыңыздан құйыңыз. Қараңызшы, анашым, мен сырмағым әдемі шыққан сияқты. Қалқам, ай көркем, қызым, сырмағым өте әдемі шықты. Келе ғой, қымыз ішеміз. Аслан ұлым, кел қымызға, дастархан басына. Оданша мене асы ойнақшы. Кел одан да екеуміз ата салтымыздың дәстүрі, бабадан мирас болып қалған ұлттық құндылығымызды жоғалтпаудың жолдарын қарастырып, ер-тоқымның бітпеген жерін аяқтайық. Сен маған анау артында тұрған қоржында әкел, ішінде құрал сайманың. Балам, менде анау ер-тоқымды да алып кел. Мінекей балам, мынаны ер-тоқым деп атайды. Мына жер қалай аталады? Балам, бұл ер 7 бөліктен тұрады. Мына бөлігі керсен деп аталады. Ана бөлігі ше? Бұл бөлігі балам кіші керсен деп аталады. Бұл бөлігі? Ал бұл бөлігі қаптал. Қаптал 2 бөліктен тұрады балам. Бұл бөлігі? Бұл бөлігі мойны деп атаймыз. Маушеттер ше? Бұл ең жоғарғы бөлігін қас деп аталады балам. Осы құралдың көмегімен ер-тоқым жасаймыз. Мінекей балам, ұстап көр. Бұл да ер-тоқым жасайтын кезде осы құралдарды біз пайдаланып ер-тоқымның келбетін шығарамыз. Мен де үйреніп көрейінші. Мінекей балам, қолданып көр. Ой, бәрекелді балам. Бұрынғы ата-бабаларымыз ер-тоқымның осы кескінін дайындап болғаннан кейін балам, қойдың терісін елеп, қойдың терісінен былғары жасап, сол былғарымен осы ер-тоқымды қаптаған балам. Ал біздің аяқталмаған жұмысымыз бұл жерде ер-тоқымды қаптау. Осы ер-тоқымды қаптауға, мына былғарымен қаптауға көмектес балам. Әке, біздің ер-тоқымыз әдемі шыққан сияқты. Әрине балам, мінекей біздің ер-тоқымымыз дайын болды. Енді осы ер-тоқымның астына мынау салынатын терліктерін дайындап қойғанмын балам. Әкесі Асланға арнайы Ой, бәрекелді анасы. Мінекей балам, біздің барлық атқа қондырар затымыз дайын болыпты. Ендеше далаға барып, аттың үстіне осыларды ерттейік балам. Жарайды, әкесі. Жүре қойыңдар.